Қайырлы күн, 10 сынып оқушылары. Біз бүгін жаратылыстану және математика бағытындағы 10 сыныптың география пәнінен 3 тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын Саймағалым каналына жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Бірінші сұрақ. Геоэкономиканың мақсаты мен міндетін түсіндіріңіз. Мақсаты табиғат пен антропогендік геожүйе шекараларға қоршаған ортаның экологиялық жағдайын білу, жақсартуға ұсыныстар жасау. Қазақстан Республикасының байлықтарын сақтау, оны ұтымды пайдалану, қалпына келтіріп отыру. Осы қоршаған ортаны қорғау туралы мемлекеттік заңдар, қаулылар, іс-шараларды халықаралық және мемлекетаралық конвенцияларды бөліп талдау. Міндеті бөлінген және бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру, яғни адамның іс-әрекетінің жағымсыз зардаптарынан ландшафттың бүлінген бөліктерін халық шаруашылығына пайдалануға қайтару. Келесі. Кескін картаға ақш пен Ресей Федерациясының анклав аймағын белгілеңіз дейді. Бұл жерде ақш пен Ресейдің аймағы бұл бізде Аляска және Калининград. График бойынша төмендегі тапсырманы орындаңыз дейді. Экономикалық даму секторы бойынша шаруашылық түрлерін анықтаңыз. Бұл жерде бізде қызмет көрсету, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы. Ақпаратты қолданып тапсырманы орындаңыз. 1854 жылы қолөнерші Фердинанд Эдиардың баласы Парижде алғаш рет Эдиард бакалейлік дүкенін, яғни алғашқы қажетті заттар, азық-түлік, көкөніс, дәмдеушілер ашқан. Дүкендегі заттар Франция колониясы болып келген елдерден әкелінген. Дүкен сауда-саттыққа қолайлы жаңадан салынған шіркеу жанында, Мадлен алаңында орналасқан. Сатып алушылар жексенбі күні шіркеудегі мінәжат етуден кейін отбасымен осы дүкеннен қажетті заттарын сатып алған. 21 ғасыр басында дүниежүзінде Эдиард өз дүкендерінің 200-ден астам бөлімшесін ақш, Жапония, Оңтүстік Корея, Дубай, Ресей сияқты алпауыт елдерден ашқан. Парижге жыл сайын келетін 20 миллион турист Эдиард дүкеніне келуді өз міндеттері ретінде санайды. Эдиард дүкендері желісі сіз тұратын қалада бар ма? Есіңізге түсіріңіз дейді. Енді сұрақ. Мәтіндегі жаңа шаруашылық саласының орналасуына әсер етуші факторды анықтаңыз. Орналасу аймағы, халықтығы орналасқан аймақ. Келесі сұрақ. Аталған шаруашылық түрлеріне сәйкес келетін өз аймағыңыздағы бір саласын сипаттаңыз. Қызмет көрсету саласы. Өз аймағынан бір мысал келтірсе, яғни желілік дүкендерді келтіреміз. Өзіңіз атаған шаруашылықта аргументтер келтіре отырып, Қазақстандағы болашағына болжам жасаңыз дейді. Қазақстанда қазіргі таңда қызмет көрсету саласының көрсеткіші жоғары, қызмет көрсету саласының сапасы экономикалық көрсеткіш артқан сайын жоғарылап келеді. Болашақта қызмет көрсету саласы артады. Тапсырманы орындаңыз дейді. Саяси картадағы территориясы мойындалмаған, өзін мемлекет деп санайтын аймақты белгілеңіз. Бұл бізде Абхазия, Кашмир, Косово. Мына жерлерден осыларды белгілеп жазамыз. Келесі. Өзіңіз атаған аймақтың пайда болуының екі себебін түсіндіріңіз. Бұл аймақтың көп ұлтты мемлекет болуы, белгілі бір ұлттың байырғы отаны болуы, сыртқы саяси факторлар. Аталған аймақтардағы туындайтын үш мәселеге мысал келтіріңіз. Ұлт арасындағы шиеленіс, саяси тұрақсыздық, экономикалық тұрақсыздық және климаты тұрақсыздық болуы. Келесі 7-ші сұрақ. Картадағы ақпаратты қолданып төмендегі тапсырманы орындаңыз. Бұл бізде Зимбабве көрсетілді, ақш. Картадан ядролық мемлекетті анықтаңыз. Дамыған елдер, үлкен жетілік елдер. Картада көрсетілген перифериялық елдің негізгі шаруашылық түрі ауыл шаруашылығы. Картадағы ақпаратты қолданып, Зимбабве мемлекетінің перифериялық аймақта болуын атаңыз. Екі себебін атаңыз. Аймақтың ұзақ бойы отар мемлекет болуы, даму деңгейінің төмендігі, ел экономикасының өндіруші және аграрлық салаға негізделуі.
Картаны қолдана отырып осы тұжырымға баға беріңіз дейді. Әлемнің жетекші елдерін экономикалық және геосаяси кеңістікті үстемдік етуі Зимбабве мемлекетінің перифериялық аймақта болуына әсер етті. Келесі, мемлекеттердің экономикалық даму деңгейі бойынша топтастырыңыз. Нидерланд, Норвегия, Франция, Испания, Жапония. Бізде бұл үлкен жетілік елдерге мемлекеттер. Бұл Италия, Жапония, Франция жатады. Ал дамушы елдерге Нидерланды, Испания, Норвегия жатады. Бір жаңа индустриалды елді және бір мұнай экспорттаушы мемлекетті картаға енгізіңіз. Жаңа индустриалды елдер бізде бұл Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Филиппин. Жаңа индустрия осы Азияның ішінде орналасқан. Мұнай экспорттаушы елдер бұл Парсы шығанағындағы елдер, Ливия, Венесуэла. Соңғы сұрақ, Қазақстанның геосаяси жағдайына баға беріңіз. Құрлықшылық жағдайы, ашық теңізге шығу жолының болмауы. Құрлықшылық жағдайы, ашық теңізге шығудың жолының болмауы көршілес мемлекеттерге тәуелдік етеді. Осы тәуелдікті азайту мақсатында әлемдік нарыққа шығатын көлік коридорларын жасауға қатысуды бағыттар бойынша Ресей, Қытай, орталық, оңтүстік батыс, Иран, Түркия және оңтүстік Азия арқылы жүргізіледі. Екі алып мемлекеттердің аралығында орналасу. Екі алып мемлекеттердің аралығында орналасуы бұл Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы, Қазақстан сияқты елдермен бірге Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше. Бұл қадамның ел қауіпсіздігі мен тәуелсіздігі үшін маңызы зор. Қазақстандағы шекаралас аймақтардың жақын орналасқан ыстық нүкте аймағының болуы. Қазақстанның шекаралас аймақтардың жақын орналасқан ыстық нүкте аймағының болуы, олардың ішінде ең қауіптісі Ауғанстан, халықаралық террор, есірткі саудасы, Қырғызстан мен Тәжікстан, ішкі қақтығыстар, Өзбекстандағы террор мен экстремистік сипат. Достар, осымен біздің жаратылыстану және математика бағытындағы география пәнінен 10 сыныптың 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағу тапсырмалары аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.